Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен сүзбеден плетонка дайындаймыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарамас бұрын лайк басып арнама жазылып кетіңіздер. Ол үшін бізге бір жұмыртқа, құмшекер, пісте май, бөлме температурасындағы сары май, кальций мен құмшекер, ұн мен разрыхитель және творог қажет болады. Ең алдымен жұмыртқаға құмшекер қосып араластырып аламыз. Пісте май қосып тағы да біркелкі болғанша араластырып аламыз. Сүзбе қосып араластырамыз. Сүзбені алдын ала блендерден өткізсеңіздер болады. ұн мен разрыхительді бөлек тыста араластырып аламыз. Осы құрақ ингредиенттерді массамызға қосып араластырамыз. Осындай қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр айленеді. Енді осы қамырды жұқалап жайып шығамыз. Енді бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майды біркелкі етіп жайып шығамыз. Үстіне құмшекер мен корицаны араластырып сеуіп шығамыз және рулет секілді ораймыз. Табаға орналастырып, видеодағыдай ортасынан бөліп, орап шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Осымен сүзбеден дайындалатын плетонка дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Арасындағы корица ерекше дәм береді. Міндетті түрде жасап, ештеріңізді қуантыңыздар. Сіздермен болған Нұрсұлу. Видеоны лайк басып арнама жазылып кетіңіздер. Әлде көп рецептер болады.